Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адалдық деген сөз шыншылдық, айнымастық, шын берілгендік сияқты игі қасиеттерді еске салады. Қазақ пайымдылығында адам бойында адалдық, пәктік, ар-ұждан, жан тазалығы тәрізді тағы басқа асыл қасиеттердің жиынтығынан тұрады. Көшпелі қазақтардың адамгершілік, адалдық қасиеті тұрғысынан кіршіксіз таза, мәрт болатындығы туралы шетелдік саяхатшылардың қолжазбалары мен күнделіктерінен де кездестіруге болады. Адалдық адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмайды. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесінде, оқып білім алу мен адал еңбектену процесінде қалыптасады. Адамның өз ұжданы алдында адал шыншыл болуынан, өзіне өзі қасиетті, жүріс-тұрысы ізгі болуынан ғана